Бүгіннен бастап Талдықорғаннан Алматыға қатынайтын жолаушылар үшін қозғалыс бағыты уақытша өзгертілді. Енді жүргізушілер жолдарда жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты айналма бағытпен жүруге мәжбүр. Нақты қай аумақтарда өзгеріс енгізілгенін әріптесім Нұржан Қасаболанов анықтап қайтты. Темір тұлпар тізгіндеген жүргізушілер Балқып би ауылынан өткеннен кейін үйреншікті тас жолмен жүрмейді. Мұқыр ауылы арқылы өтетін бұрынғы ескі жолмен жүреді. Бұл шешім жол қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында қабылданған. Қазіргі уақытта Алматы-Өскемен автотрассасының 213-234 шақырымында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоба аясында жол жабыны толық жаңартылып, тау беткейлері тегістелуде. Сонымен қатар су өткізу құбырлары орнатылады. Қазіргі таңда осы 234 шақырымда Мұқыр ауылынан оңға бұрылып, осы Мұқыры асуы арқылы Қызылтоған ауылына шейін 25 шақырымдық бұрынғы ескі жолды ашып отырмыз. Қажетті жол белгілерінің барлығы орнатылды, жол таңбалау жұмыстары жүргізілді және де күнделікті тәулік бойына патрулирование жасап, қадағалап жүреміз қауіпсіздікті. Барлық өтініп сұрайтын дүние тек қана жол ережесін сақтап жүрулеріңізді, бір-бірлеріңізге, жол пайдаланушылардың бір-біріне сыйластықпен қарауын сұраймыз. Жауаптылардың сөзінше аталған аумақта күрделі жөндеу жұмыстары күз айларына дейін жалғасады. Одан бөлек Талдықорған қаласының айналма жолы 254 шақырымнан 287 шақырымына дейін орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Қазір таңда облыстық және республикалық маңызы бар жолдарда жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары күшейтілген. Ұлттық сапа орталығы мен Қазавтожол мамандары бірлесіп, жүргізушілерге түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Біздің Жетісу облысы өте туристік мекендерге өте көп. Яғни Алматы, Шелек, Харгос, онан кейін Сарыөзек, Көктал, оланы Алтын Емел бағытындағы, онан кейін республикалық маңызы бар жол Алматы-Өскемен бағытындағы Шаралға дейінгі жол және Шарал Достық аралындағы жол таңбалары мен размет знактар тексеріп шығамыз. Және облыстық маңызы бар жол Талдықорған, Лепсі, Балқаш маңындағы жолдарды тексеріп, разметтерін қарап шығамыз. Ал мамандар жүргізушілерді уақытша өзгерістерге түсіністікпен қарап, жол белгілеріне мұқият болуға шақырады. Әсіресе туристік маусым қарсаңында жолдағы қауіпсіздік талаптарын сақтау маңызды дейді жауаптылар. Нұржан Қасаболатов, Жаслан Шынгенже, Жетісу арнасы.